Әйел түзелмей, әлем түзелмейді. Егер өзіңе күтім жасауды білмесең, қандай әйелсің? Әйел тілін тыймай, тірлігін түзей алмайды. Әйелсіз үй, жарықсыз дүние. Ақылды әйел өз шаңырағының бақыты. Парасатты әйел тұтас ұлттың бақыты. Тымырайып немесе мөлиіп отырған әйелден қорқу керек. Себебі ондай әйелден әйелдердің өздері де қорқады. Анаң жақсы, қызың жақсы, әйеліңе не болған? Тірі жан атаулыда әйел тек әйелден ғана қорқады. Қорыққанда да ақылдысы мен сұлуынан. Әйел адам өмірге келгеннен кейін парызы жар атану, екіншісі бала сүю, ана атану. Кінәлау бұл әйел дұрыс болмаған кезде өзін ақтау тәсілі. Әйелдермен ақылмен емес, жүрекпен пікір таласады. Ер мен әйел тамақ жейтін қос таяқша секілді. Екеуі бірлескенде ғана отбасын бақытқа бөлейді. Әйелдің отбасындағы негізгі функциясы тәуекелдерді басқару. Ақша табу емес, ақша үнемдеу. Әйелдің басты клиенті күйеуі. Егер сіз күйеуіңізді бақытты ұстасаңыз, сонда ақша табу туралы ойлаудың қажеті жоқ. Қазақ әйелін жан жолдасым дейді. Бұл үлкен сөз ғой. Жаны мен жаны үндес, ойы арманы үйлес, егіз адамбыз дегені ғой. Ақылсыз еркек көп ақша тапса бұзылады. Ақылсыз әйел бұзылса көп ақша табады дейді. Аллах ерлерге халал табыс, әйелдерге адал намыс берсін. Еркек қанша тақуа болып, иманды үйге алып келсе де, әйел долы болса есіктен кіргізбейді. Әйелдің екі аты болған кезде шынымен бақытты. Біреуі сүйікті, екіншісі ана. Әйел өз перзентін үйретіп, өсіруге ұмтылу қанында бар. Және оған мұнымен бірге осыған сай қабілет бар. Әйел адам әрдайым жолдасының жанында жүру керек. Егер болмаса, онда ол оны ұмытуға хақысы бар. Әйелдің қартаюы өмірлік трагедия. Жаман әйел сипаты. Болмайды сұлу қылықты жаман қатын. Білмейді оқытсаңда сөздің салтын. Ілмелеп салған жерден кекесін деп, қылады ұрыс жанжал сөздің артын. Кетеді таң атқан соң өсек бағып, қонаққа тамақ берде бептеп айтсаң, жүреді теріс қарап жылмың қағып. Кісіге күле сөйлеп келмес жанап, былшылдар ел көзінше байын талап. Таусылды қантпен мейіз етпен шай деп, қонағын қыстай келген бәрін санап. Сыпырма сүйдің ішін киіз қағып, еш уақыт шаруа қылмас отын жағып. Тазалық үй ішінде болмаған соң, бойында қадір бағы қалар нағып. Орамал жерде жатар кірі батпан, салдырап аяқ табақ қирап жатқан. Сүтін ішіп шелегін ит жаласа, кет деп еш айтпайды Құдай атқан. Ат жетім, өрен жүйрік шабылмаған. Құс жетім, саятшысы табылмаған. Әйел жетім, өзінің теңін тауып қосылмаған. Ештеңеге қарамастан үйлен. Жақсы әйел түссе бақытты боласың, жаман әйел түссе ойшыл боласың. Сүйсең әйеліңді пір тұт, сүймесең жайына қалдыр. Басқасының бәрі өтірік. Әйел әлемі біз үшін таңсық әлем, білуге құмармыз. Жігіттің болса алған жақсы жары, сен болсаң бір Аллаға еткен зары. Баладай риясыз еркелеген, сен болсаң тағы да сол ынтызары. Әйел ана бауырынан түледік, бар жолына қоймаймыз ба гүлегіп. Әйел деген сүйген жар, әйел ана. Түсінетін сырыңды әйел ғана. Төрт тілегің сай болар азаматтар, ошағыңа от жағар әйел барда. Басқа жаннан үйдегі әйел ару, оңай емес адал жар әйел табу. Кешірімді болыңдар азаматтар, оңай емес еркектің бабын табу.
әйелге әмірін жүргізе білген мемлекетті де басқара алады. Әр әйел, әр үйдің шырағы. Алғаның жаман жолықса, үйіңнің іші шаң болар. Ісіңнің бәрі қам болар. Сол әлімен тұрмайды, киім таңдап паң болар. Әңгіме жанжал қоздырар, өзгеден өзін оздырар. Жақсы әйел жігіттің кезектен соққан кентіндей, сары майға былғаған алуа шекер жентіндей. Ер жігіт ел жұртының панасындай, жақсы әйел әмме жұрттың анасындай. Жақсыға ешкімнің де жаттығы жоқ, көреді бәрінде өз баласындай. Жаман әйел алғанның жау үйінде, жақсы әйел алғанның той үйінде. Жақсы болса жұбайың қабағыңа қарайды. Ең қайырлы кісі бала шағасымен әйеліне көп пайдасын тигізетін адам. Асыл болса алған жар ханым емей немене, жайлы болса мінезі жаным емей немене. Бұл жалған дүниеде кімнің төрт құбыласы тең болады. Түзу мылтық, қыран, жүйрік аты бар. Мінез құлқы мінсіз әйелі бар ердің төрт құбыласы тең. Жаман болса жолдасы әйелдің түскен торы да, шыға алмайтын мұңлықтың қазылған терең оры да. Алған жарың жақсы болса, ат үстінде дүбір ет. Алған жарың жаман болса, шиге кіріп сыбыр ет. Тон бітпеске тон бітсе, қағу менен тоздырар. Жаман әйелге қоң бітсе, ер жігітті аздырар. Жаман әйел жақсы еркектің соры. Әйел болмаса еркек есінен, еркек болмаса әйел ажарынан айырылады. Ерлер 4, ал әйелдер 6 сағат ұйықтауы керек. Одан артық тек балалар мен пессимистер ғана ұйықтайды. Мен үшін ең үлкен соғыс әйеліммен болған соғыс. Әйелдер адамды бесігімен баулайды. Өмірдің іргетасы солардың қолымен қаланады. Жақсы әйел ұл туса, патшадан болмас кемдігі. Әйел 40-қа келгенше өңін бермесе қасиет. Еркек 40-қа келгенше есі кірмесе қасірет. Әйелдің естілігі жеңсе, сұлулығы да арта түседі. Ер адамның өмірінде бір-ақ әйел болады. Қалғандары сол әйелдің көлеңкесі. Ұсқынсыз әйел болмайды, еріншек әйел болады. Барлық әйел сұлу болып туылмайды. Ал 30 жасқа дейін әдеміленбесе, оның жай ғана ақымақ болғаны. Өмірлік сұрақтарға келгенде, ер адам берік қатты болғанымен, өзінің әйеліне жұмсақ болу керек. Әйел адамдар ешқашан құпия ұстауды білмейді. Бірақ олар жүрегінде сақтаған затты өлсе де айтпайды. Табиғат әйелге былай дейді: қолыңнан келсе сұлу бол, қаласаң дана бол, ал саналы ақылды болуға міндеттісің. Әйел үйдегі ырысың, ұл айбарлы қылышың, қыз түздегі өрісің, келін кеңейген тынысың. Сұлу әйел алған өмір бойы қарауыл болып өтеді. Бай әйел алған өмір бойы құл болып өтеді. Істі талқылағыңыз келсе ер адамға, жүзеге асырғыңыз келсе әйел адамға барыңыз. Жұлынған гүл сыйлануы тиіс, жазыла бастаған өлең аяқталуы. Ал сүйікті әйелің бақытты. Олай болмаса, әлің жетпес тірлікті бастамауың керек. Ерден бағы жанбаған әйел ғарып. Ешкісі семіз қойы арық мал сорлысы. Топырағы сортаң су ащы жер сорлысы. Әйелі семіз ері арық ел сорлысы. Әйел қаншалықты сұлу болса, соншалықты адал болу керек. Өйткені оның сұлулықтан көретін кесірін адалдық қана жеңе алады. Әйел адам гүлмен тең. Еркекке жүрек керек, әйелге тірек керек. Әйел асқақтаса жылайды, еркек асқақтаса құлайды. Мінсіз күйеу, мінсіз әйелім бар деп есептейтін еркек. Құрметті оқырман, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Және де
пікір бөліміне өз ойыңызды жаза кетіңіз.